Ұлы дала аңыздары Яссауи жайлы қиссалар кітабынан 3-ші бөлім. Яссауи атының телінуі. Ол заманда Түркістанды Яссы деп атапты. Шаһарда Яссауи деген хан билепті. Аңшылық десе ішкен асын жерге қояды екен. Бірде саятшылықта жүріп, Қарашық тауына кезікті. Адырдан қуған аңдары Қарашықтың жотасына барып сіңіп кетеді. Қанжығасы қанбай пұшаймен халге түсті. Ашу үстінде Қарашық тауын жермен-жексен тегістемесем, қанатым құрсын, ант етейін, мұны құртамын деді. Айтылған сөз, атылған оқ, қайта айналып адырнаға салынбас деген. Амал жоқ, орындауға тура келді. Қанша әскерін салса да, алып тауға әлі келмеді. Аймақтағы барлық молданы жинап, жерден қазсаңдар да, көрден қазсаңдар да, дұға тауып мына тауды құртыңдар, деп әмір етті. Молдалар қатты састы. Далбасалап білген дұғасын оқып жатты. Тау сонда да селт етпеді. Хан одан сайын ашуланды. 3 күн мерзім берем. Тау құрымаса, бәріңді дарға тартам деді. Елдің үрейі ұшты. Ахмет бұл кезде Түркістанда жүрген еді. Оған да қаһарлы хабар жетті. 3 күннен кешіксе, талай молданың ханы нақақ күйгелі тұр. Таңғы сікірден соң тау етегіндегі ханның шатырына келді. Алдияр тақсыр, Ахмет есімді жас жігіт келіп тұр. Рұқсат сұрайды, деді бір нояды. Кірсін, деді Хатулы хан. Ахмет ортаға кірді. Ханға ізетпен сәлем берді. Алдияр, тауды төңкер десең төңкерем. Бірақ еспенде жаратқан иесің табиғатымен таласпайды. Таласса талай айырылады. Адам ата жерге түскенде аңқысты қырам, тау тасты қиратам деп түскен жоқ. Тәңірі күллі тіршілікті адам атаға аманат қып арқалатқан. Біз сол адам атаның ұрпағымыз. Оның жүгі сіз бен бізге аманат. Туған өлкенің түйір тасы, қашқан қояны, ойнақтаған текесі, желмен жарысқан ақ бөкені сіздің панаңызды болуы тиіс деді. Сөзіңнің жаны бар. Хан екі сөйлесе қадыры кетеді. Мен ант ішіп қойдым. Иә, дұрыс. Ақта болса ант ішпе, айрандай жұғар үстіңе деген. Сіз тұрмақ әзіреті әлі де қара жерді көтерем деп талпынған. Ақырында Қызыр атаны танбай қара басты. Бармағының буыны жоқ қарияның бір түйіншегін көтере алмай кіндікке дейін жерге кірді. Сонда сіл тартқан түйіншек өзінің нам піскен кеудесі екен. Таумен таласпай тәуемізге келейік. Тәңірдің құдіретін көрем десең, тауға бар деген. Қарашық Құдай тағаланың құдіретінің бір белгісіндей боп тұра берсін. Жақсы, тау қалсын. Ойлы қырлы, адыр-бұдыр етегі көшке де қолайсыз. Тым болмаса соны тегістейік. Тақсыр, кедір-бұдыр кедергі далада емес, сіздің көңілде. Атам Абырайым, ер болсаң қараңғы көңілдегі арам ойды жол деген. Мен соны мұрат тұтқан жанмын. Қолшылық ғибадатпен көңілдің айнасын ысқылайық. Кедір бұдырын кетірейік. Көңіл кірдені ашылып, жүрек тоттан тазарса, жер жаһан жердегі жәннаттай болады. Адамның көңілі жұмаққа айналғанда, жабай аң өзі келіп сәлем берер деген. Ахметтің жүрек жарды шымыр сөздері хан кеудесіндегі кібірлікті шайып кетті. Надан ойына ұялды, дереу тәубеге келді. Ахметке, мен райымнан қайттым. Молдаларды босатам. Енді құмырсқаға да қиянат қылмаймын. Маған ұстаз болып, көкірек көзімді аш. Түркістанда қалып, бала оқып. Бұдан бұлай есімге менің атым қосылып айтылсын. Ахмет келісті. Түркістаннан оған қолайлы жер берді. Келісті, медресе соқты. Мүриттердің қысы жазы жейтін ауқатын қамтамасыз етті. Осыдан бастап Ахметті жұрт Қожа Ахмет Яссауи деп атай бастады.